Сәлем достар, барлықтарыңызға. Мен бұл істілеу 2 жылдық тәжірибесі бар таргетологпын. Өз каналымда таргетке қатысты құнды ақпараттарды тегін бөлісетін боламын. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Бүгінгі сіздерге бөлісетін ақпаратым алғашқы клиентті қалай табамыз. Яғни сіз таргет саласын игердіңіз, я болмаса менің беріп жатқан ақпаратымнан сіз таргетті үйреніп, уже жұмыс жасағыңыз келеді, бірақ клиентті қайдан табарыңызды білмейсіз. Бұл уақытта түсінікті сізде кейс болмауы мүмкін, алғаш бастаған уақытта инстаграмыңыз болмауы мүмкін, опытыңыз жоқ, өз-өзіңізге сенімсіз болуыңыз мүмкін, я болмаса қорқамыз, басқа клиентті алу үшін. Осы кезде өз қорқынышыңызды жеңіп, таныс адамдарды таргет қосу. Яғни ол сіздің досыңыз болуы мүмкін, туысыңыз болуы мүмкін. Айналаңыздағы 10 адамды алып қарасаңыз, соның кем дегенде 2-3 белгілі бір бизнеспен айналысып жатыр. Ол жоқ дегенде сетевоймен айналысады, я болмаса онлайн магазины бар, үйіне заттар әкеліп сатып жатады, соның барлығына өзіңізді ұсынсаңыз болады. Осы таргет саласымен білетініңізді, ол адамға клиент алып келетініңізді ұсынсаңыз, ол адам міндетті түрде сізбен келісетін болады. Ондай жағдай болмаса, келесі біз өзіңіз тауар сатып алып жүрген кәсіпкерлер. Яғни біз өзімізге үстімізге киім аламыз, қажетті заттар аламыз, онлайн түрде, офлайн түрде заказ беріп алып жатырмыз. Үнемі баратын жеріміздегі сатушы, я болмаса кәсіпкер біздің танысымыз болып кетеді, танысымызды араласып кетеміз. Сол адамдарға да сіз өзіңіздің осы таргетті ұсынсаңыз болады, клиент алып келетіңіз, олар міндетті түрде жоқ деп айтпайды. Сіз осы әдісті пайдаланып ұсынып көріңіз. Сіз офлайн түрде барып та айтып көріңіз, және онлайн түрде дайректке де жазып көрсеңіз болады. Одан кейін тағы бір вариант, сіздің балаңызға киім алып жүрген, я ойыншық алып жүрген магазиндерге тоже ұсынсаңыз болады. Және де ең соңғы вариант, бұл бізде өзіңізге пайдалану, яғни өзіңізге таргет жасаймын деп таргет шығарсаңыз болады аз бюджетпен, я болмаса сіз өзіңізге бизнесіңіз болса таргет қосу, өзіңізге клиент алып келу үшін, яғни сіз осы жағдайларды қолдану арқылы алғашқы клиентті міндетті түрде табатын боласыз. Алғашқы клиентті тапқаннан кейін сізде міндетті түрде кейс болады, және сіз үшін бұл белгілі бір тәжірибе болады. Инстаграм аккаунтыңызды дұрыстап, өз-өзіңізге деген сенімділігіңіз артады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.